Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, жұп-жұмсақ, ішінде вареный сгущенка салмасы бар булочки пісіреміз. Ол үшін бізге 300 грамм жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант қосып араластырамыз. 10-15 минутқа қоямыз. Дрожжи көтерілген соң 80 грамм қант қосамыз. 2 жұмыртқа және 80 грамм ерітілген сары май қосамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Араластырып аламыз. Енді 650-750 грамм ұнды 2-3 рет бөліп қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Видеода көрсетілгендей. Жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр көтерілген соң кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Менде 100 граммдық бөлшектер болды. Қолменен жайып, видеода көрсетілгендей, ішіне вареный сгущенка саламыз. Салмасы әртүрлі болуы мүмкін, өздеріңіз қалауыңыз біледі. Осылай барлық булочкаларымызды жасап аламыз. Противеньге тереміз. Бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Енді булочкаларға штрейзель себеміз. Штрейзель дегеніміз 50 грамм ұнға 50 грамм сары майды және 50 грамм қант қосып үгітіп аламыз, крошка болғанша. Осы штрейзельді булочкалардың барлығына сеуіп шығамыз. 10-15 минутқа қоямыз. Уақыт өткен соң 180 градуста 25-30 минут булочкаларымыз сап-сары болғанша пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын, өте дәмді, балалардың көңілінен шығатын, дастарханның сәнін келтіретін булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.